бесік жырын ең алғаш орындаған Хауана деп айтылады. Бірде Хауана егіз ұлдарын жұбата алмай қиналып отырғанда жерге 7 періште түседі екен. Сол кезде олар Алла, Алла, Алла деп Тәңірдің атымен әуезді ән айтады екен. Сол әнді естіген Хауананың бөбектері тәтті ұйқыға батып кетеді. Және ол ән Хауанаға да ұнап, мені де үйретіңіздерші деп өтініпті. Сол кезде 7 періште 7 күн бойы Хауанаға осы әлди әуендерін үйретіпті. Енді ол ертең келе, жаңағы дамый келе бесік жырына айналыпты. Қазақтағы әлди деп басталатын бесік жырының түбірі осы Хауананың Алла, Алла, Алла-ай деп әндеткен, жаңағы сол әндеткеннен бастап алыпты деп айтылады. Ендеше осы Хауанамыздың бесік жырын әжелеріміз әуезді әндетіп берсе бізге деп сұраймыз.